Panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Panda. I got broads in Atlanta. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, барша подписчиктерimiz және барлық адамдар. Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен Brawl Stars'та, яғни баг істеуді үйретемін. Бұл баг деп жатқанды көп адам түсінбейді. Мен оны қазір сіздерге үйрететін боламын. Жалпы ең алғашқы мен айтарым, сіздер біздің кланымызға тіркеліп кеткендеріңізді өтінемін. Міне біздің клан Онабос деп аталады. Бұл кланда тек қана өзіміздің қазақ бауырларымыз. Яғни бұл клан енді жаңадан көтеріліп жатыр. Сондықтан бұл кланға тіркеліп, яғни осы кланда бірге көтерейік. Қаласаңыздар, біз сіздермен бірге ойында ойнаймыз. Яғни біз осы кланда адам жинауымыз керек. Яғни одан да кейін айтарымыз, осы YouTube каналымызға, Brawl Stars келетін каналға тіркеліп өтіңіздер. Біз жаңа конкурстар ойластырамыз, жаңа базаларда акция ойнатамыз. Ең жас комментарийларға сыйлықтарымыз бар деген сияқты түрлі ойындарды үйрететін боламыз. Жалпы біз ойынды бастайтын болсақ, мен қазір досымнан шығарып тұрайын, ренжімейсіздер. Енді кезекте, мысалы үшін баг, яғни ол тек қана тренировкада болады. Мысалға сіздерге қараңыздар, кез келген адам баг деген сөздің мағынасы, жалпы айтқанда мутация деген мағынаны береді. Мысалы үшін, осы биттің мына ультасын алайық. Бұл ультасы керемет, яғни қазір көресіздер сізге. Мынаның адамдар тез ауыстыруымыз керек. Міне, көріп оққаныңыздай сіздерге қазір екі адам мутация болды. Яғни компьютер қателесіп қалады деген сияқты. Так, міне қараңыздар. Мен қазір тренировка ойнап жатырмын. Ульта жинауларыңыз керек, главный ульта дейді. Яғни мен сол ультаны жинап, ультаны жинауым керек. Қараңыздар. Қазір ульта жинап алайын. Яғни боттардың өз ақылды бұл ойында. Міне қараңыздар. Жоқ, бот болмады. Қазір басынан көреміз. Біз яғни базаны ауыстырамыз. Одиночный қойғанымыз дұрыс болар. Одиночный қойғанымыз, яғни бізге өсімді таласыздарда тез, яғни өте жылдам. Міне, енді бұдан мод болу тиіс. Қазір көреміз, сол мод болар ма, болмай ма. Бұл жерде главный ульта жинауымыз керек адамдарға. Өте опасный, бот болғанмен боттардан мұқтайын. Қазір бізге ботқа түскені керек бізге. Қараңыздар, көзгені, яғни жетейдің күшігіне 8 биттің ұзат жіберетін қосып ұстадым. Біз одан да басқада, мысал үшін блок дейді ма, блоктың от ультасы бар. Мысал үшін оттың ультасы бұл жәндегі отқа, бұны кольтпен мутациясы ескертіп өтетін жағдай. Бұл әр адамның өзінің ауыстыратын адамдары болады. Сіздер ол адамды ауыстыру арқылы мутацияға ұшыратасыздар. Мысалға кольтта қазір сіздерге кольттың оғын жанатын қалуға болады. Ескертіп өтетін жағдай, бұл тек қана тренировкада болады адамдар. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ме? Кольттың оғы жанып жатыр. Бұл өте керемет. Достар, сіздер де осындай багтар тек көріңіздер. Оның ультасында қаншалықты мықты болып кететінін көресіздер. Бұл мутация деген жағдай жақсы. Үйрене бересіздер өздеріңіз көп мутация істеп. Яғни бұны брокты пайпермен де істеуге болады. Бот ультасын алыстайда өте тез болу керек. Яғни оны істейсіздер, қараңыздар.
Ошоны кетти, караңыздар. Көрдүңүзбү, от жанып тур. Бул узак калган адамдарга өтө керекти. Мисалга, биздеги эң соңку душ дейм, мен мисалы үчүн бонун ультасын билесиздер, Бунун көзү кез келген нерсени көрөдү. Мисалга, биз муну лимонго ауыстырууга болот. Міне қараңыздар, одиночный қойдым, қазір көресіздер. Енді мен осы жерде одиночный қоямын қазір. Оның көзін мутация қылып жіберемін. Мысалы кез келген адамға мутация қыламын. Бұл оның көзі өте керемет деген білдіреді бұл яғни. Міне қараңыздар, міне мод істеп жатыр. Қараңыздар. Шөптің арасындағы бәрі көріп тұрып жатыр, қараңыздар. Шөптің арасында кім бар, кім жоқ, бәрін көріп жатырмыз. Оның ультасын біз қазір китке қолдандық. Қараңыздар, шөпте кім бар екенін іздері алады. Яғни бұл жерде біз керемет деген келді сіздерге жалпы достар. Бұл киттің ультасы негізінде ондай емес даже. Бұл тек қана мутация деп аталады, бұл тек қана тренировкада болады. Шығып көріп жүре бересіздер, рахмет кім бар екен. Бұны тренировкада достар үшін қызық үшін көресіздер. Осымен видео аяқтаймын достар. Каналға тіркеліп, біздің клубымызға тіркеліңіздер. Айтар ақылым, подписчик басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Мен келесі видеоны түсіремін, осылайқа бір керемет деп лайктарыңыз болса басып жайыңыздар.